Мәңгілік менің махаббатым, игілік әймен. Қыдыр пайғамбардың қасиеті. Ертерек замандарда Әбдіқали деген жалғыз басты жетім жігіт өмір сүрген екен. Жаратылысында тура жол үшін күресіп, жүрген тұрған жерлерінде уағыз айтып жүріпті. Күндердің күнінде уағыздары ешкімге қажет болмай қалып, қапаланып ел шетіне шығып та кетеді. Ел шетінде жалғыз үй күнкөріс жалғаса береді. Бір күні таңертең тұрса, ішерге аста қалмапты. Содан ойға батып, бұл заманның түзелуін тілеп отыра берсе керек. Бір күні қаңғырған дәруіштің жарияға жар салып жүрген айқайын естиді. Құлақ түрсе, дәруіш мынадай сөздер айтып жатыр екен: «Уа халайық, патша бүгін түс көріпті. Түсінде не көрген дөп жорған адамға ат басындай алтыны ат тоны бар. Сыйдан құр қалмаңдар, құрулы дардың да барын ұмытпаңдар». Мұны естіген Әбдіқали елдің шетінде жалғыздан жалғыз, қараптан қарап өлгенше не де болса сол халықтың алдында аузыма түскенін айтып өлейін деп бағын сынамақшы болады. Осындай ниетпен патшаның алдына келе жатқан оған жолдың бойындағы бір үңгірден шыға келген жылан қарсы кезігеді. Жылан жол болсын айтады. Әбдіқали бара жатқан жағдайын мәлімдейді. «Сен патшаның түсінде не көрген білесің бе?» дейді жылан. «Жоқ, білмеймін» дейді Әбдіқали әбіржіп. «Олай болса мен айтып берейін. Сосын сен сол сыбағаңды, алтыныңды менімен бөлісесің бе?» дейді жылан. «Әлбетте бөлісемін» дейді қуанып кеткен Әбдіқали ойланбастан. Сонда жылан: «Патша түсінде қасқыр көріпті» дейді. Әбдіқали патшаның алдына келіп түсінде қасқыр көргенін айтады. Бұған риза болып кеткен патша уәделі сый-сияпатын жасап құрметпен шығарып салады. Қолына алтын түскен Әбдіқалидың ойы бұзылады. Қайтар жолында кездескен жылан: «Ей достым, уәделі алтыныңның жартысын бермес пе екенсің?» дейді. Әжептәуір көңіл жайланып қалған Әбдіқали қатты ашуланып: «Ей, не айтып тұрсың? Жыланға алтынның не қажеті бар?» деп ұрып сабалап ініне қуып тығады. Сөйтіп ат басындай алтынға ие болған Әбдіқали әрі қарай өз жағдайын жасай бастайды. Үйлі жайлы, малды жанды болады, байып та кетеді. Арада 10-15 жылдай өткенде жайғасып алған Әбдіқалидың үйінің алдынан баяғы дәруіш тағы да жар салып өтеді. «Ей жарандар, патша тағы да түс көріпті. Ат басындай алтыннан құрым қалмаңдар, құрулы дардың да барын ескеріңдер» деп. Бұны естіп білген Әбдіқали қайғылы, қаралы ойға батады. Өйткені жағдайы бұрынғыдай жоқ, жұқанақ емес, күл-құң жұмсап, бақуат боп қалған шағы екен. Осының бәрін тастап өз еркімен дарға қалай барады? Ал патша болса елдегі бар түс жорғыштарын түгелдеп, көрген түсін дұрыс көре алмаған соң құрулы дарларын толтырып та қойыпты. Содан патшаның есіне баяғы білгіш жігіт қайда деген ойда түседі. Әбдіқалиға хабар жіберіледі. Амал қайсы? Салы суға кеткен Әбдіқали қайғыра ойға батып патшаға келе жатса, жолынан баяғы жылан тағы да кездесе кетеді де: «Ей достым, шабытың бұрынғыдай емес, бәсеңсіп қалыпсың ғой. Көңіліңді қайғы басатындай нендей жағдайға душар болғансың?» деп сұрайды. Әбдіқали патшаның түс көргенін, оны әдейілеп шақыртқанын баяндайды. «Егерде көрген түсін жорып берсем, алтынның жартысын маған қиясың ба?» деп сұрайды тағы да жылан. Жүрегі жарылардай қуанып кеткен Әбдіқали: «Әрине, әрине, жартысын емес, осыдан құтқарсаң түгел бәрін берер едім» деп уәдесін үйіп төгеді. Сонда жылан: «Патша түсінде түлкі көріпті» дейді. Сонымен Әбдіқали қуана басып патшаға келеді де түсінде түлкі көргенін айтады. Солай боп та шығады. Алтын қолына тиіп, сый-сияпатқа бөленген Әбдіқалидың көңілі тағы да бұзылады. «Қой, қайтар жолымен жүрсем жылан жолығып пәле қылар» деп ауылды айналып үйіне өтіп кетеді. Арада бірнеше жыл өтеді. Әбдіқалидың хал-жағдайы бұрынғыдан да артып дүрілдеп тұрған еді. Күндердің күні баяғы дәруіш жариясын салып тағы шыға келсін. Елдегі бар білгіштер дарға тартылып бұған хабардар жіберіледі. «Бармасқа лажы жоқ қой, жыланнан кешірім өтінейін, ендігі менің жеткен жерім осы шығар» деп Әбдіқали жыланның ініне қарай беттейді.
Кәрілік жеткен қолында таяғы қалт-құлт етіп келе жатады. Әдеттегідей алдынан шыққан жылан жылышырай амандасып: «Уа, достым, ұнжырғаң мүлдем түсіп кетіпті ғой, тағы да қандай жағдайларға душар болғансың?» деп сұрайды. Әбдіқали жағдайын баяндап, өткен істерін кешірім өтінеді, патшаға бара жатқанын баяндайды. «Сіз патшаның бұл жолы түсінде не көргенін білмеуші ме едіңіз?» дейді жылан. «Жоқ, хабарсызбын» дейді Әбдіқали ұнжырғасы түсіп. «Олай болса, патша бүгін түсінде қой көріпті» дейді жылан. Қуанғаннан есі шығып кеткен Әбдіқали патшаның алдына жетіп келіп, жыланның айтқанын айтса, дәл солай боп шығады. Әбдіқали бұл жолы тіке жыланға тартады. Осының бәрі саған деп алтын бар сияпатын жыланның алдына қояды. Сонда жылан: «Ей, достым, жыланға ат, тон, алтынның не қажеті бар екенін ұқпағанбысың? Мәселе сенің пейіліңде боп тұр ғой» дейді. Содан дұғасын жасап ақ сақалды қарияға айналады. «Өткен кемшіліктерің үшін жалғыз сен кінәлі емессің. Мен Қыдыр деген пайғамбар едім. Әдепкіде патша түсінде қасқыр көргенде заманның қасқыры еді ғой. Біреуді біреу жеп жатқан қан қасап кезеңде сен де қасқырлығыңды көрсеттің. Өзіңді сауап кетпедің бе? Одан кейін түлкі көргенде заманның түлкі болып сен де құйрығыңды бұлғаңдатып алдап кеттің. Енді міне қой үстіне бос торғай жұмыртқалаған заманда ешкім еш нәрсеге мұқтаж емес болғандықтан сен де қолыңа түскен барыңды төлде маған әкеліп тұрсың. Патшаның түсіне әрқалай боп кіріп, саған да жолығып жатқан мен емес пе едім? Ендігі заманның осылай қасқыр түлкі қой болып кезегімен айналып келе береді. Әркімдердің өз пиғылдарымен сый-сияпатқа бөленуі де, құрлықтарға ұшырауы да ғажап емес қой» дейді. Қыдыр пайғамбар осыны айтып дұғасын жасап көзден ғайып болған екен деседі.